Сіздердің бұл қол чабыңыздар қаншалаған таланттардың бағын ашып, қаншалаған таланттарды биіктерге алып барды. Құдай бұйырса, сіздердің ушул қол чабыңыздар бізді дағы ошол биіктерге алып барат деген терең ишеніш бар. Негізі көп қол чабыш керек. Себебі күні суатат да вентилятор жоқ тұра. Жел ұрат та бері көсті. Мындай болып тұрат екен. Бүгінгі концертке келген жалпылы қонақтар, жалпылы жарық дүниенің қонақтары күндізгі қылған ішіңіздер, түнгі ұйқыңыздарды тақырып ұспасын дейлі. Қандай сапа? Жақсыз ба? Генералдай елі отырасыз қаға. Бүгінгі концерттің ең қадырлы қонағы сіз оқшайса, үш апауызға бір қол чабып қойалчым. Қарақшы. Башқаша да өзгөчө отыруш бар ба. Шынығы қырғыз ападамда отыр, терске отырады. Аз мына Қытайларға жерді отшпайым. Қытайлар ушунчалык көп екен бұларчы. Бирок қырғыз елі Қытайлардан дағы көппіз. Мындай сан жағынан емес, мындай духубуз көп ел биз да. Қырғыз ешкімден қорықпайды го, байкайсыздар, мындай қырғыздың қорқып қалғанын көрө элекмин мен эч жерденчи. Дордойдогу Қытайларға қырғыздар тийише береткен да, нары өткөндө, "Кото, жымшы" деп жанан Қытайлар мындай карайт экен да, бул қырғыз тийише атат, чото биздин көбүбүздү билбейт окшойт. Жүрсөң муну бир самолетко салып алып, бир дүйнөнү айлантып, қанша Қытай бар екенін көрсетіп қоялы деп самолетқа салып алып учуп кетіп айтатын ше, мына Қазақстанда момча миң Қытай бар, Россияда 1 миллион Қытай бар, Америкада башта 4 миллион эме бар, бұл жақта мынча бар, Қытайдың өзінде 1 миллиард 350 миң Қытай бар. Так что мындан кейін бізге тиішпей жүргүлө деп тұрап келіп тұр, аэропорттан жүріп қой берілген екен, екі қырғыз бар алып сүйлешіп қат дейді. Қытайлардың жаман көп екен де. Бұларды өлтірген өлтірөз, бірақ қайқа бар көмөз тоқот дейді. Бір-бірін необычный елдердеміз да біз. Аз елдің бары Ысыкөлгө кетті ұшы. Ысыкөлді қарабай ұшы жаққа келген сіздерге чоң рахмат. Ысып атсаңыздар да бір тердеп бір концерт көрелші бір қандай олар екен мұндай. Үшіп көргенден көрек, тердеп көрген жақшта тұра қалшылы, тітереп көргенден көрек дейді. Алемазы, негізі біздің бағы қудыл ұстаттарыбыздың ағаларыбыздың бір тамашалы оқияларын айтып берелі. Бізді ұшы сахнаға тәрбиялап чығарған біздің ұстатыбыз Рахман Разықов. Ал киши қаншалаған таланттардың бағын ашып биіктерге жетелі алып барды. Ошол кишинин урматына дагы кол чабуулар чабып койсоңуздар боло берет. Рахман агайыбыз Оштон чыгып, Бишкекке келат, Сокулга жеткенде машинасы бузулуп калып кылтап коюп кете берейин, эртең сүйрөт кетем деп такси тосса, такыр такси токтоп айтмыш да. Тозуп атса бир мотоциклчең киши келет көрүп калып, "Апе, мынау жана Кудулбай экебиз го? Келиңиз, отуруңуз, ала кетейин" деп юлкага отургузса батпайт имиш да. Булай ныкта отургузуп, бул Кудулдун бир жүрөгүн чылпайм, бир катыра кайдатып, газды басып кетип атында, караса коркпой эле тердеп кетип атат дейт. Бул коркпойт го такыр эле, дагы газды ылдамдатында, караса баяғыдан дағы тердеп қалыптыр да. Анан эми ушунча алда даганса тердетип коеюн деп газ даганса баскан экен, тердемек тургайлы көгөрүп кетиптир да. Резкий тормоз тээп токтоду. "О, Кудулбай эке, өзүңүз чоң болгонуңуз менен жүрөгүңүз кичинекей экен, өлө коркуп кеттиңиз" десе, жини келип кетти. Бала, корккон жокмун де, көзүңө карабай дебайсыңбы? Юлкаң түйү түшүп калып, сокулуктан бери чуркап келатам деп коет. Абдулла Иманкулов агабыздын үйүнө шашылыш эле конок келип калыптыр да. Папути конок келип калган экен, жеңебиз чоо экен. Конокторду шашауша коноктоп эле узатып эле жатып уктап калыптыр. Түндө ойгонсо тамагы ургап калган экен, суу ичкиси келип, баласын "Тур балам, сууп келип берчи" десе, баласы кружканын түбүнөн эле сууп келип коюптур да. Дагы алып кел десе, дагы түбүнөн алып келген экен, жини келип кетти. "Бирөөдөн сурап келатсаң да мындай шүмшүңдетпей эле толтура куюп алып келбейсиң" десе, баласы коркуп кетип, "Ата, кечирип коюңузчу, мен тиги крантты ачканга боюм жетпей эле унитаздан эле тосуп келип атпаймын" деп коет дейт. Келиңиздер, мен өзү врачмын. Өз кыргызга врачтын деле кереги жок. Любой кыргыз врач. Европада грипп болуп калыптырмын дей турган болсо, сен точно гриппсиңби, биринчи бардагы анализиңди тапшыр, анан дары алып ич дейт. А бизде грипп болуп калыптырмын десе, больницага жөнөтпөй эле, "Йырында 100 граммга эле калемпирден салып эле уруп бербейсиң, нормально болуп каласың да. Үйгө барып эле тиги чеснок менен эле лимон чайдан уруп бер, нормально болуп каласың" дейт да. Кокуз ичим ооруп атат дейт турган болсо, анда да больницага жөнөтпөйт го. Жанагы 100 граммга эле калемпирдин ордуна эле тустансаң, анан аралашты ур, болду, эртең мощный болуп каласың дейт. Кокуз жаагым шишип кеттир дейт турган болсо, анда дагы врачка жөнөтпөйбүз го. Жаагың шишип кеттирби? Эме кылсаң тиги эгиз төрөгөн аялдарга тептирип алсаң, нормально болуп калат дейт. Кокуз кулагым ооруп атат дейт турган болсо, анда да врачка жөнөтпөйт го. Биздики кулагың ооруп атабы? О, бала эмискен аялдарга саадырып ал, нормально болуп каласың. Biz арбалекет кылып көрүп, акырында болбой калгандан кийин тур эми врачка бар дейбиз.
Анан кийин сүйлөшүп жүрөбүз. Кеч келип калыптыр деп. Мен өзү негизинен психологмун туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге мындай жай сүйлөп атам да. Эгерде психолог болбогондо тататла демекмин да, туурабы? Ошон үчүн мындай жай сүйлөп баарыңыздардан эметип атабыз. Акыркы учурларда мындай психовать эткен адамдар көбөйүп кетти да, мындай. Болор болбос нерсеге нер, ызычуу, тополоң, кетчен эле билбеген нерсенин үчүн эле ажырашканга чейин барып ызычуу болуп атат да, кадимкидечи. Мен койгон эмесмин. Мен и вообще-то койгон эмесмин. Мен мияга кеттим да, мен койгон эмесмин. Мен өзүм билем, уктуңбу? Болду эми. Болбоймун. Болбоймун мен. Неге сен айтканыңдай болот, мен айткандай болот. Сен айтканыңдай 30 жылдан бери эле болуп келип атат. Эми мен айтканымдай болот. 30 жылдан бери сүйлөбөй келип атам. Эми сүйлөм келип калды. Эмне кыласың? Мен ошко жеткирип коесуңбу? Оозуңду жап эми. Оозумду жаппасам кандай? Эмне кыласың? Эмне кыйын болот азыр? Куту мен төрөлгөндө бешигиме тербет койгондой. Мен врач менен Сен врачка алып келгидей мен эмне оорулумунбу? Сен өзүң оорулусуң, уктуңбу? Психовать этип атпайсың. Мен нормально эле, мен сен үчүн психовать этип атам, уктуңбу? Элдин апалары мына 70ке жетпей өлүп атат. Сен апаң 100ге чыктың, өлөрдөн кабары жок. Элиңди көрөйүн, адрес жок, жетим элиңди көрөйүн. Надела, уктуңарбы ушундай жашоодон? Анда жакшы иштериңиз азыр. Өлчөлө кыйын боло бересиң, мен врачка келип алып өлчө неме кылып атасың? болдем го. Болбойм, эми ачылам, эми шармандаң чыгарам, уктуңбу? Эми Сабыр. сауыр өлүп калыптыр, бар жогал чайнакка, элиңди көрөйүн. Сабыр. Эмне кыласың, сауыр кылбасаң? Сабыр. Бара не кыл, мен сен менен сүйлөшкөн жок, мен сени тааныбайм. Мен врачмын, мен психолог. Сен врач болсоң, мен ананын катынымын. Жо, аны көрүп атам. Көрүп атсаң, эмне сүйлөп атасың муну? Эми мындай эмне болду? Сага 3 талак, уктуңбу? Ой, талакты сен бербейсиң. Керек болсо мен берем. Эми мен эле берем, эмне кыласың эми? Болду. Мен эле берем. Сабыр кыл. Мен сага айтып атам, сауыр өлүп калган деп атам. Жок сауыр. Ушундай. Ушинтип эле Өзүнүн кыйын болушу Кайма эле ушундай. Муга башкача метод колдош керек. Аялдын деле тилип атат да. Болду, сабыр кыл. Мен сага айтып атам, сауыр өлүп калды. Мен Токтор! Биринчи көйлөгүңдө могул кыйкыртчыма! Не? Турмаңыздарга! Жибер, бир бая кетип атса сабыр. Кычкырт, могул тилин сунуш керек, тилин. Бол, өзүңүз кармаң. Бирге берди. Мына. Отур! Gel, otur. Sen gibi otur da, Tuzay'da. Gel oturup dur arayında. Tuzay'da! Mına turduk mına. Atın engerdegen monda 500 adam tolturup, toy etkörüp, milyon raskhot kılıp. Sizlerdi şaşat koysan, gel oğlum, hadi şaşat. Gel çatı çay. Ötürüp tüsek de ona gelgesin. Bak şu sete tüylüğünü göm koysa. Şaşaysın be! Hızlı çıkılmayısın be! Normal değil mi? Hanım niye durasın diye de kucaktaşıp? Dur! Buna biz get duram peki. Biz get duram. Ne kıkırasın sizlerden? Her türlü gülüp bana. Geçiriz. Cumuş tuğanlar, cumuş. Şu psikolog bol işte dostu şimdi. Şaharın ortasında olçu ofisçi. Şu okşağındardı görüp at, bakırır, şaharın çekesine çıkıp kalıp. Bizden de kırışalar getip kaldık bir jakşıraak bir psikolog tağı özüm görünü olmasam bulmay kalıp.